Біздің журналистік топ естеріңізде болса, өткен сандарымызда Жармұхаметов көшесінде салынған жаяу жүргіншілер жолына суағар лотоктардан қалай өтеді деген өзекті мәселені қозғаған болатынбыз. Алайда осы біздің шығарылған репортажымыздан кейін осы аталған Жармұхаметов көшесінің бойында орналасқан суағар лотоктардың бетіне жаяу жүргіншілерге арнап темір көпір салды. Я делік, бұл да бір біздің еңбегіміздің жанғаны деп есептейміз. Себебі айта Алтайды Жамал апам қартайды дегендей, бұл мәселені бір ай бұрын құзырлы органдар істер деген ойда шығарды. Алайда қорытынды іс болмаған соң тағы да шығаруға мәжбүр болдық. Қызығы сол, неге сала берерсіздер деп біздің редакцияға қоңырауды Түркістан қалалық әкімшілігінің қызметкерімін деп таныстырған Мадина деген ханым хабарласты. Сонда делік, неге біз газет бетіне шығарамыз, нәтиже жоқ. ютубтан шығарамыз, нәтиже жоқ. Шешінген судан тайынбас дегендей, халықтың қамы үшін қайта шығарудан жалықпаймыз. Біз рухани қаламыздағы кейбір кемшілікті мәселелерді көрсетіп отырамыз. Біздің түсінбейтініміз, біздің редакцияға хабарласқан, өзін Түркістан қалалық әкімшілігінің қызметкерімін деп таныстырған Мадина деген ханым осы жаяу жүргіншілер жолындағы екі жердегі суағар лотоктарға көпір салу сметада көрсетілмеген деп айтты. Біздің көпірді салған қайырымды жанды атауын сұрағанымызда біздің сұрақ жауапсыз қалды. Сол қайырымды жанға алғысымыз шексіз. Алайда неге жаяу жүргіншілер жолына конкурс жарияланып, көпірлер қарастырылмағанын түсіне алмадық. Барлығын уақыт еншісіне берейік.